Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді, жасалуы оңай, қарапайым заттардан тұратын ұйғыр пахлавасының рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін көріп, бағалап жіберуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдымен үй температурасында тұрған сары майды әбден миксерлеп аламыз да, жұмыртқаның сарысын, қаймақты қосып, бір келкі масса болғанша тағы да араластырамыз. Кәдімгі венчик қолдансаңыз да болады. Енді електен өткізілген ұнымызды, тұзымызды және қопсытқышымызды қосамыз. Кішкене 30 грамдай ұнды алып қаламыз, ол біздің қамырды жайғанға қажет болады. Қамырымызды илейміз, қолмен илесеңіз болады әбден. Қамыр әбден иленіп болғасын алып холодильникке салып қоямыз. Яғни біздің қамырымыз не қатты жұмсақ емес, не қатты емес, орташа жұмыс істеуге ыңғайлы, қолға жабыспайтын эластичный қамыр болады. Қамырымыз холодильникте кем дегенде жарты сағат демалу қажет. Енді салмасын әзірлейміз. Салмасына жұмыртқаның ақуызы мен қантты қосып, әбден ақ көбік болып көпіршігенше миксерлейміз. Меренгамыз жақсы көпіршу үшін біздің ақуызымызға бір тамшы су, не болмаса бір тамшы сары уыз қосылып кетпеу керек. Сол кезде меренгаңыз жақсы қопсетін болады. Енді демалған қамырымызды алып 3 бөлікке бөлеміз. Үлкендеу бір бөлікке, кішілеу бір бөлікке және ортаншы бөлікке. Біздің үлкендеу бөлігіміз пахлаваның астыңғы бөлігіне кетеді, ең кішкентай бөлігі ортасына кетеді және ортаншы бөлігі бетіне кетеді. Ең үлкен бөлігімізді алып, чұқалап жаямыз. Шамамен қалыңдығы 1 миллиметрде болу керек, кешіріңіздер. Форма 25-45 әбден жақсы кетеді. Менің формам 22-де 40, сәл кішілеу, үлкендеу, болмаса формаңыз болмаса противенге де жасай берсеңіз болады. Чұқалап жайылған қамырымызды алып формаға салып, майдаланған грек жаңғағын саламыз және үстіне меренгамызды салып шығамыз да тегістейміз. Біздің пахлаваның бірінші бөлігі дайын. Енді ең кішкентай қамырымызды алып, оны да чұқалап жайып шығамыз да, пахлавамыздың бетін жабамыз. Шет-шетін жапсырып шығамыз. Екінші бөлігіне де дәл солай майдаланған жаңғақтарымызды саламыз және меренгамызды салып шығамыз. Ең соңғы ортаншы көлемдегі қамырымызды да чұқалап жайып, пахлавамыздың бетін жабамыз. Шет-шетін жапсырып шығамыз. Егер қамырды үлкендеу қылып жайып қойсаңыз, қайшымен қырқып тастай салыңыз, бізге артық жері қажет болмайды. Пахлавамыздың шет-шетін жақсылап жапсырып шығуды ұмытпаңыздар. Бірінші, екінші, 3 бөлік қамырды қосып, ашылып кетпеу керек. Сосын өріп шығамыз. Пахлавамыздың формасы дайын. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқаның сарысы жақсы жағылу үшін кішкене сүт қосып жіберіп жақсаңыз болады. Енді пахлавамыздың қалған қамырын алып холодильникке салып қойыңыз. Бұны кез келген пирогтың основасына немесе әсемдеуге қолдансаңыз болады. Пахлавамыз ісініп кетпеу үшін және формасы әдемі болу үшін осылайша кестелеп қиып шығамыз да, грек жаңғағымен әсемдеп шығамыз. Енді пахлаваны 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Рецепт ұнаса төменде пікірлеріңізді күтемін. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.